Қайырлы күн оқырмандарым, сіздермен бірге арайлым, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін гранатовый браслет атты салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Менің арнама тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Егер де менің видеом ұнап жатса, құрбыларыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Бізге ең алдымен жалпақ тарелка қажет болады. Жалпақ тарелкамыздың ортасына стаканымызды қойып, жан жағына тауықтың піскен етін ұсақтап тураймыздағы жан жағына жайып шығамыз. Менде тауықтың төс еті, кез келген жұмсақ етті пайдалануға болады. Тауықтың етінің үстіне, яғни етіміздің үстінен майонезді жағып шығамыз. Салатымыз өте тойымды болады. Әрі сәнді, әрі дәмді салаттардың бірі. Ендігі кезекте піскен картобымызды үккіштен өткізіп, етіміздің үстіне жайып шығамыз. Барлық қажетті заттар видеоның астында описаниеда көрсетілген. Жайып шыққан картобымыздың үстіне де майонезімізді жағамыз. Картошкамыздың үстіне піскен сәбізімізді күштен өткізіп, толықтай жағып шығамыз. Сәбіздің үстіне де майонез жағамыз. Өте сочный болады. Ендігі кезекте үстіне грек жаңғақтарын үгітіп саламыз. Мен жаңғағымды целлофановый мешочкқа салып, үстінен оқтаумен үгітіп алып салдым. Грек жаңғағын толықтай жайып болғаннан кейін сәбіздің үстіне, бұның үстіне де майонез жағамыз. Піскен қызылшамды күштен өткізіп, салатымның бетіне толықтай жайып шығамын. Оның үстіне майонезімді салып, жақсылап толықтай жауып шығамын бәр жерімізді. Енді осы салатымыздың үстіне анардың дәндерін, яғни кішкентай гранаталарымызды сеуіп шығамыз. Осыменен біздің салатымыз дайын болады. Мінекей, енді 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып, одан кейін стаканымызды алып тастаймыз. Мінекей, салатымыз дайын. Ас болсын.